Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен песочный тестадан жасалатын самсаның рецептімен бөлісемін. Видеоны толық қарап, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл самсаны тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Өте ерекше әрі дәмді самсалардың бірі. Мені қарайтын жандардың 71% маған тіркелмеген екен. Маған тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Енді тестамызға кірісеміз. Бізге қажетті заттар ұн және тоңазытқыштан шыққан сары май. Сары майымыз міндетті түрде қатты болуы қажет. Және оны ұнға ауната отырып теркамыздан өткізіп аламыз. Міне теркамыздан өткізіп алдық. Енді қолымыздың көмегімен крошка жасайтын боламыз. Міне көздеріңіз көріп тұрғандай крошка жасап алдық. Енді бұған қосатын сұйықтығымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар қаймақ, 1 шай қасық тұз және 2 жұмыртқа, 50 мл су қажет болады. Барлығын араластырамыз, яғни бір келкі масса шыққанша араластырып, ұнымыздың үстінен құятын боламыз. Қолымызбен осылай араластырып отырамыз. Ешқандай артық күш жұмсаудың қажеті жоқ. Осылай араластырып отырсақ, өзі бір келкі қамыр болып шығады. Жұмсақ нәзік қамыр шығады. Енді қамырымызды салафан пакетке салып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, яғни жайылуға оңай болу үшін 2-ге бөліп аламыз. Және де бір бөлігін қайтадан тоңазытқышқа салып, бір бөлігімен жұмыс жасай береміз, яғни жайып аламыз. Сары маймен жасалғандықтан жайылуы да өте оңай болады. Дәл осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Және де сары майымызды ертіп, арасына жағып алатын боламыз. Қамырымызды жайып, сары майымызды арасына жақтық. Енді орап, барлығын теңдей бірдей етіп ораймыз, нығыз етіп. Енді осы қамырымызды 3 сағатқа, кемі 3 сағатқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Енді бізге салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, яғни майда ет және пияз қажет болады. Тұз, бұрыш татымына қарай барлығын қосып, араластырып дайындап аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді қамырымызды кішкене етіп, бірдей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Сіздер тапсырысқа жасайтын болсаңыздар, граммен, яғни таразының көмегімен бірдей етіп алсаңыздар болады. Мен балаларыма жасадым, маған бұл маңызды емес. Және де көлемі бірдей болса, көрінісі де әдемі болады. Міне барлық қамырларымызды кесіп алдық. Енді қамырларымыздың үстінен баса отырып, жаюға дайындап аламыз. Қамырларымызды жайып алдық. Енді салмамызды салып,
түйеге кірісеміз. 2-3 қайтара жасасаңыздар, түйеді де үйреніп аласыздар. Еш қиындық тудырмайды. Бүге отырып түйіп аламыз. Самсаларымызды табаға жайғастырып алдық. Үстінен жұмыртқаның сары уызын жағып, күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште 180-200 градус аралығында 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет болып шығады. Және де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгішесін басып қойыңыздар. Менің видеом шыққан уақытта алғашқылардан болып көретін боласыз.